91 жылдың қысы. Үлкен нағашы ағамның есігінің алдына қою жасыл түсті машина келіп тоқтады. Сол кездің көзімен қарағанда, бұл жақсылықтың нышаны еместі. Көліктен бірі қазақ, бірі Қытай, екі әйел түсті. Қыстық демалысымды нағашы ауылда өткізетін мен бұл кезде қора маңындағы алаңқайда балалармен асық ойнап жүрген едім. Балалардың ересектеуі маған қарап иек қақты. Үйіңе барсаңшы, келді. Терезесінің жарымы кеше жауған қалың қармен қымтаулы жер тамның есігін қорқақтай аштым. Басына қызыл шәлі бүркенген жеңгем бұрыштағы пештің аузында сықсыңдап жылап отыр. Нағашым үйдің екінші бұрышындағы жинаулы жүкке арқасын беріп, иегін көкке көтеріп, төбедегі самырсын сырғауылдарға қадалып қалыпты. Ана екі әйелдің Қытайы ауыз жаппай сампылдап сөйлеп жатыр. Жалт-жұлт еткен көзілдірігінің ар жағындағы қоңыр қой көздері оны өз ұлтынан әнтек оқшаулау көрсететіндей. Оның сөзін аударып тұрған сары кідір қазақ әйелі жеңгеме аналық ақылын беріп жатқандай аса бір жылылықпен бипаздап жеткізіп жатыр. Үкіметтің саясаты деген бар. Бала туу көрсеткішін шектеу туралы арнайы заңда қабылданып қойды. Қарғамай, сақтануларың керек еді ғой. Үкімет бар жағдайды жасап отыр. Туытқа қарсы тегіннен тегін дорба-дорба дәрі-дәрмек таратты. Анау бәлесін де берді. Сақина салдырып алсаң қайтер еді? Ай жастар деп бір тоқтады. Бала неше айлық? 7 ай. Тұңғышың нешеде? Келесі айда жасқа толады. Міне көрдіңдер ме? Баланың арасы 2 жылға толмайды. 1 жыл шыдасаңдар алуға болатын еді ғой. Демек, құрсақтағы бала заңсыз деген сөз. Сонша уақыт ішіңді буып, жасырып жүргенің неткенің, а? Мейлі, байқамай қалдың басында. 1-2 айлығында көзін құрту жеңіл болар еді ғой қарғам. Жеңгем булығып даусын көтере жылай бастады. Қытай әйелі ас үстелдің бір шетіне отырып алып, әлде бір қағаздарды бас салмай жазып жатыр. Аракідік қазақ әйелінен жүктілік мерзімі, аты жөні сияқты бірдеңелерді сұрап қояды. Тәте, деді нағашым. Ау, енді не қыл дейсіздер? Қазақ әйелі таңдайын тақ еткізіп түсік жасалады. 7 айлық нәрестеге ме? 8 айында да дәл солай жасалады. Бұл адам өлтіру ғой, тәте. Егер заңға томпақ келсе. Әлі жер баспаған шарана болса да ма? Ұлым, сен әлі түсінбей отырсың. Бала заңды белінен басып туылды делік. Ол балаға арнап қомақты айыппұл салынады. Бар малымды, басымдағы панамды сатсам да төлеймін. Оған шүбәм жоқ, бірақ ол заңсыз балаға ешқандай құжат берілмейді. Оны ешбір оқу орны қабылдамайды. Ол жер басып жүргенімен адам санатына кірмейді. Сөйтіп ол өзіңнің жарық дүние есігін ашқан күніне мәңгі қарғыс айтып өтетін болады. Саған да. Келін, тез кейін. Күн кешіңкіремей тұрып, аудан орталығына жетуіміз керек. Келісіп қойғанбыз. Жанайым ешқайда бармайды. Нағашым шорт кетті. Онда сақшыларға хабар саламыз. Мәжбүрлі түрде баратын болады. Ерегес соңы айқайға көшті. Бүкіл диалогтың басынан босағада тұрған мен ытқып тысқа шықтым. Машинадағы жүргізуші жігіт үйге жүгіріп кірді. Шай қайнатым уақыттан кейін жеңгемді киіндіріп, қолтықтап алған нағашым соңынан бір еркек, 2 әйел үздік үйден шықты. Нағашым есікті көтере жапты да, көрші үйге бас соғып қорадағы малын аманаттап шықты. Бұл кезде жеңіл киінген Қытай әйелі қолын 2 жеңіне құшынып машинаға жүгіріп кіріп кеткен. Ал қазақ әйелі Алтайдың бөрі бораны тапалаған үйді қардың түбінде лоқсып, жап-жасыл запыран құсып отырған жеңгемнің арқасын қағып тұрған еді. Ағам маған қарап, сен де жүр деді.
Бала қалсын, деді қазақ әйелі. Заңды балаға қайдан болсын орын бар ғой, барсын. Мейлі. Ал тұңғышың қайда? Әжесінің қолында. Біз кристалдай жалт-жұлт етіп көз қарықтырған қарлы тау жолымен аудан орталығына тартып кеттік. Көлік ішін өлік күзеткендей үнсіздік жайлады. Жүргізуші жігіт таспадан ән қойып еді, қазақ әйелі өшіріп тастады. Жеңгем жылап-жылап сілесі құрыған сынды. Нағашыма басын сүйіп, екі қолмен кіндік тұсын жаба, қымтай ұстап алыпты. Қытай әйел үнсіз, жолға телміріп келеді. Оның қоңырқай көздерінен бір нәрсе оқып білу мүмкін емес сынды. Тек арасында жолдан тайып кеткен көлік доңғалағының, әлде бұлың пұшпағы көп тау жолдарының боқтаған жүргізушінің дауысы ғана өлі үнсіздікті бұзып келеді. Біз аудан орталығына келгенде қарға адым қаңтар күні еңкейіп қалған еді. Емхана дегені ұзын дәлізінің өзі аспа укол ілінген темір ілгекшесін сүйретіп жүрген адамға толы сұрқай жер болып шықты. Біз дәліздің соңын ала, шынтақ айналма жасап, 3 адамдық төсек қойылған шағын бөлмеге тірелдік. Сендер сыртта күтіңдер, деді бізді күтіп алған ашаң жүзді арықша келген жас Қытай қызы. Қанша күтеміз? 4 сағат немесе одан да көбірек болуы мүмкін. Осы сәт жеңгемнің нағашыма қараған жүзі жүрегімді шаншудай түйреп өтті. Жеңгем палатаға кіргесін біз далаға шықтық. Тысқа шыққасын нағашым еңкейіп, шекердей саудыраған қарды қос қолдап жентектеді. Сосын ағаш басындағы қарқылдап отырған қарғаларды көздеп лақтырып қалды. Ойда жоқ соққыдан адыра қалған қарғалар барқ етіп аспанға көтерілді. Біз жақын маңдағы мұсылманша деген жазуы бар дүнген асханасына бас сұқты. Нағашым маған шырын және мәнті алдырды. Өзі нәр сызбады. Қалтасынан көк темекісін алып, Шинжаң газеті деген жазуы бар қағазға қолақпандай қылып ұрады. Бір байқағаным оның ішіне жұтқан түтіні сыртына шықпай жұтылып, тұтас денесіне тарап жатқандай. Мен шырынды толық тауыстым, тамақты жеп қарық қылмадым. Көз алтыма жап-жасыл запыран келе берді. Көрші үстелде мұрты беткейдегі бетегедей енді тебендеп келе жатқан екі бозбала маркалы қаз мойын сыраны құлағынан тізіп ішіп отырды. Мен ыстық жерге кіргесін бойым балбырап көзіме ұйқы тығылды. Нағашым шапанның алдын ағытты да мені өзіне шақырды, келе ғой. Нағашымның алдына отырып бірден ұйықтап кетті. Біз тысқа шыққанда көше шамдар жарқырап тұрды. Түннің бір уағы болып қалса керек. Айналып баяғы ұзын дәлізді жүріп өттік. Жанайым жеңгем жатқан бөлменің есігін ашқанымызда ол кісі ұйықтап жатты. Құс қанатындай әдемі қастары сәл ғана түйіліп, самай шаштары термен екі бетін орай жабысып қалыпты. Медбике қыз терезеге қатқан қырауды саусағымен сызғылап тұр. Сонымен не тындырдыңдар, деді нағашым. Болды, түсік жасалды. Оянғасын алып кетсеңдер болады. Ал бала қайда? Қайдағы бала? Өлтірілген бала. Оны дәретхана жаққа апарып тастаған. Нағашымның түрі таланға түскендей түтігіп кетті. Пер соққандай дәлізді бойлап топырақтап жүгіре жөнелді. Біз емхана сыртына жанасалай салынған дәретханаға кірдік. Әуелі үңіліп, дәрет шұңқырына қарадық. Жоқ. Нағашым есіне әлдене түскендей кілт бұрылып, дәретхана қағазы тасталатын шелекке қарады. Қарады да ішіне қолын тығып жіберіп, қан жынға малынған жұдырықтай затты бешпетінің кеудесін жұлқа ағытып қойнына сүңгіте салды. Сосын басын әжетхана қабырғасына ұрғылап, өкіріп жылады. Мұндай қорықпаспын өмірімде. Оған озандап мен қосылдым. Екеуміз азан-қазан өкіріп жылап жатқанда сырттан кереге сақалы кең, кеудесі жапқан, басы тік тығыршықтай дөңгелек қызыл жүзді қарт кірді. Қой балаларым, сабыр, сабыр қылыңдар. Алдымен нағашымды орнынан сүйреп тұрғызып, маңдайынан иіскеді.
Өзінен қарыс сүйем ұзын жігітті шашынан сипап, арқасынан қақты. Мені жанына шақырып алды да далаға икемдеді. Ұлдарым-ау, деді дауысы күңірене, далаға шығалық. Мұндай уақытта, мұндай жерде аялдамас болар. Жан қуанар. Мынау кішкентай шошымал болып қалар. Біз ата бала немере сияқты иықтасып далаға шықтық. Ата жөн сұрауға асықпады. Нағашым ұзақ шауып келіп кілт тоқтаған, бәйгі атындай солғын баса алмай ентігеді. Шырағым, өлген тірілмегенмен өшкен жынады, көрер қызығын қайда, әлі алда. Басыңнан не өткөрсең де, бекем бол қарғам. Нағашым менің бар екенімді есіне енді түсіргендей, маған бұрылды, айғай салды. Бері келші, ботам, ботақаным қимылдап жатыр. Сосын есінен ауысқан адамдай, алдында тұрған қартты бас салып, бас көздеме сүйе жөнелді. Ей, менің қызыл әулием, қалған өмірімде сенің анау кір-кір тақияңды төріме іліп қойып табынып өтейін. Әкелші анау теке сақалыңды сүйейін. Қартқа қайта тап берді. Ой, енеңді, осыған ақыл шығындап тұрған менде де есектің миындай ми жоқ. Атам адымдай басып тұра қашты. Сілемейленген беті жүзін екі жіңмен сүрткілеп барады. Мен де зытуға шақ тұрмын. Нағашым көзілеспес жылдамдықпен сабасына түсті. Жүзі бал-бұл жанады. Жиенім-ау, ол тірі, қимылдап жатыр. Қолымды еппен алды да өзінің ішіне қарай тартты. Егер ол менің қолымды шап беріп ұстағанда, менің талып түспесіме күмән жоқ еді. О, Құдайдың құдіреті, о жаратқан тәңірі, расымен де нәресте бұлқынып жатыр. Екеуміз уағдаласқандай жүгіріске бергісіз жүріспен емханаға кіріп келеміз. Осы аралықта нағашымның басы барда аяғы жоқ талай сөзі миыма кіріп шықпады. Тек қарашы бота, ол менің кеудемді кеміріп жатыр дегені ғана есімде анық қалды. Біз жеңгем жатқан палатаға кірген бетте басымыздан өткерген қас-қағым керемет сәтті менің жылдар бойы жазудан ажырап қалған сарысу санам суреттеп бере алмасы анық. Тек шашы мен көзі мойылдай қап-қара қыздың анасының көз жасы мен уыз сүтін қоса ашқарақтана сорып жатқанын ғана айта алар еді. Ал дәрігерлер, ол ертең күні бәрібір адам болмайды, болса да сал не соқыр болып қалады. Жанын қинамай бір тал укол салып берейік деп безек қақты. Нағашым ешкімді ештеңені естімейтін есірік халде, езуін жимастан сол күні түнде емханадан жан себіл қызын қойнына тығып